Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз Қазақстан тарихпәріне арналған ұлттық бірыңғай тестілеуімізде келіп жүрген слип сұрақтарымызбен бастайтын боламыз. Бірінші талдайтын мәселеміз Абай Құнанбаевпен дос болған поляк ұлтын көрсетіңіз деп келіп отыр. Бұл сұрақты біз 7-ші сыныптың оқулығынан оқып біле алады екенбіз, 7-ші сынып. Енді кезекте мен сразу бұл жерде жауабын сразу айтып кетейін. Бұл жерде А жауабы болады. Міне көріп отырмыз. Егер сіздерде бұл жерде gross деген тестіңізде вариант болмайтын болса, екінші вариант Янушкевич деген кісі болуы керек. Бұл Янушкевич пен Северин Гросс деген кісі Абай Құнанбаевпен жақын дос, таныс болған поляк ұлт өкілдерінің бірі болды. Түсінікті ғой? Егер сізде Северин Гросс жоқ болса, Янушкевич болуы керек сізде вариантыңызда. Осы екі адам поляк ұлтынан шыққан, Абай Құнанбаевпен дос болған. Түсінікті ғой? Енді астындағы варианттарға тоқталып өтейін. Пушкин, Герасимов, Павлов деген кісілерді біз біліп отырмыз. Бұл кісілердің барлығы орыс жазушы, ақын екендігін біліп отырмыз. Пушкиннің еңбектерін біз талай рет оқыған болатынбыз. Енді сіздерде естеріңізде жүрсін деп тағы да бір қосымша мәлімет айтып кетейін. Бізде ұлттық бірыңғай тестілеуімізде Абай Құнанбаевтың туған жылын сұрауы мүмкін. 1845-1904 жылдар деп белгіледі екенбіз. Одан бөлек тағы да мынандай сұрау мүмкін. Оның туылған туыстары жайлы Абай Құнанбаевтың егер әкесінің есімін сұраса, біз жауап береді екенбіз, Құнанбай деп. Ал егер де атасының есімін сұраса, Өшкенбай деп жауап беруіміз керек. Ал әжесін сұраса, Зере деп жауап беруіміз керек. Түсінікті ғой? Ал егер балаларын сұраса, Мағауин деп жауап береді екенбіз. Сосын Әбдірахман деген бар тағы. Әбдірахман. Түсінікті ғой? Жақсы. Егер де бұл сұрақ сіздерге түсінікті болса, келесі сұрақтарымызға көшейік ендеше. Бізде келесі сұрақ. Алтын Ордада билік құрған Батый ханның билік еткен жылдан көрсетіңіз деп тұр. Ең бірінші кезекте айтып кетуім керек, бұл сұрақты біз 6-шы сыныптың оқулығынан қарап біле алады екенбіз. Түсінікті ғой? Енді екінші мәселе. Алтын Орда қашан құрылды? Алтын Орда 1227 жылы құрылған еді. Түсінікті ғой? Оның негізін қалаған Батый хан болды. Яғни айтқанда, Алтын Орда 1227 жылы құрылған болса, оның негізін салған бізде Батый хан екен. Яғни айтқанда, А жауабы 1227-1255 жылдары Батый хан билік еткен кезең болды. Астанасы Сарай Бату болды. Сарай бұна жек жазып қойын. Астанасы Сарай Бату. Сарай Бату болды. Астанасы Сарай Бату. Жақсы. Бұл сұрақта түсінікті болса, біз келесі үшінші сұраққа көшеді екенбіз. Жәңгірге 1235 жылы наразылық хат жолдаған кімдер деп сұраптар. Кім немесе бізде сразу айтады екенбіз. Бұл сұрақты біз 7-ші сыныптың оқулығынан қарайды екенбіз. 7-ші сыныптың. Сонымен қатар бұл жерде Жәңгір деп отыр. Бұл Бөкей ордасындағы Жәңгір болып табылады. Бөкей ордасындағы Қазақ хандығындағы Қазақ ханы Жәңгір, салқын Жәңгір емес, бұл Бөкей ордасындағы Жәңгір екендігін біз білуіміз керек. Түсінікті ғой? Енді Жәңгір хан 1000 жылдары 1801 жылдан бастап 1845 жылға дейінгі аралықта билік құрды. Яғни айтқанда, бізде білеміз, Бөкей ордасындағы ең ірі көтеріліс Исатай мен Махамбеттің көтерілісі болғандығын,
Яғни бұл жерде біз дұрыс емес жауаптарды алып тастайды екенбіз. Жоламан мен Есет деген вариантты алып тастаймыз. Сонда қалады Исатай мен Махамбет. Енді сіздерге сразу бұл жерде жауабын айтайын. Бұл жерде жауап болады Б варианты болады. Түсінікті ғой, Б варианты. Енді осы сіздерге тағы да қосымша ақпарат айтып өтейін. Жәңгір ханға байланысты біздер білеміз, бөкей ордасындағы 1836-1838 жылдары бөкей ордасында көтеріліс болған болатын. Оның негізгі бастаушылары Исатай мен Махамбет болды. Және де екі ірі көтеріліс болды. Біріншісі 1837 жыл болды. Ол бізде Тастөбе шайқас болды. Тастөбе деген Тастөбе бойындағы шайқас болды. Ал екінші көтеріліс ол бізде 1838 жылы болды. Ол Ақбұлақ шайқасы. Осы Ақбұлақ шайқасында Исатай қайтыс болады. Есте сақтап аламыз. Осы сұрақ біздің ұлттық бірыңғай тестілеуімізде жүр. Исатай қайтыс болған шайқас немесе Ақбұлақ шайқасында болған уақиға деп сұрауы мүмкін. Есте сақтап аламыз, 1838 жылы Ақбұлақта Исатай қайтыс болды. Түсінікті ғой? Осы Исатай қайтыс болысымен бөкей ордасындағы көтеріліс аяқталады. Түсінікті ғой? Түсінікті болса, келесі сұрағымызға көшеміз. Келесі сұрағымыз бізде сақ тиграхаудалар мекендеген жерлер деп тұр. Яғни бұл сонау бұрынғы 5-ші сыныптағы ақпараттар екендігін біз біліп отырмыз. Яғни біздің ұлттық бірыңғай тестілеуімізде 5-ші сыныпта оқулық бойынша келмейді деп айтқан болатын. Бірақ сонда да сендер 5-ші сыныптың тақырыбын 10-шы сыныпта қайталап оқитындарыңды білулеріңіз керек. Түсінікті ғой? 10-шы сыныптың оқулықтарынан да іздесеңіздер болады. Енді сұрақты талдауға көшейік. Бұл жерде бізде екі вариант, екі жауап дұрыс. Яғни айтқанда бұл жерде жауап болады. Ол сырдың орта ағысы мен жетісу болады. Бізде сақтардың үш түрі болды. Оның біріншісі сақ тиграхауда, яғни көрсетіп тұрғанда тиграхаудалар ол бізде сырдың орта ағысы мен жетісудың бойын мекендеген болатын. Яғни Алматы облысы, Қазақстанның оңтүстік аймағы, жазып қояйын қазір. Оңтүстік Қазақстан, Одан кейін бізде болды сақ парадариялар, олар Арал теңізінің бойы мен Каспий теңізінің аралығында мекен етті. Енді үшінші түрі ол бізде сақ Хаумаварга деген түрі болды. Хаумаварга естіңіз болса, бұл хауама сусын ішетіндер деп баяғыда өттіңіздер ғой сіздер 5-ші сыныпта. Міне бұл кісілер қазіргі біздің оңтүстік Қазақстан аймағында шектесіп жатқан Өзбекстан жері бар ғой. Міне Өзбекстан аймағы мен Қазақстан жерінің немесе жерінің аралығында мекен етушілер болды. Жақсы. Бұл жерде бізде Сарыарқа даласында ешкім сақтарға мекен еткен жоқ, Батыс Қазақстанда мекен еткен жоқ, Есілдің оң жағалауында ешкім мекен еткен жоқ. Сақтарға мекен еткен жоқ. Главное. Түсінікті ғой? Бұл сұрақ түсінікті болса, келесі сұрағымызға көшеміз. Тағы да бір нәрсе айтып кетейін. Айтпақшы, 4-ші сұрақ бойынша тиграхаудаларға байланысты тағы да мынандай сұрақ келіп қалуы мүмкін. Шошақ бөрік киетін сақтар түрін көрсетіңіз деп келуі мүмкін. Шошақ бөрік. Егер шошақ бөрік сақтарды көрсетіңіз дейтін болса, осы тиграхауда сақтарын көрсетеді екенбіз. Есте сақтап аламыз балалар. Жақсы ғой, Енді келесі мәселеміз 5-ші сұрақ. 1916 жылы көтерілісшілер Жетісуда қоршаған жәрмеңке деп тұр. Бұл сұрақты тікелей біз айтады екенбіз. 7-ші сыныптың оқулығынан оқып біліп айтады екенбіз, немесе 10-шы сыныптың оқулығынан бар.
Так, сіздер естеріңізде болса, 10-11 сыныптарда бүкіл сыныптағы, яғни 5-тен бастап 9-шы сыныпқа дейінгі аралықтағы тарихтың барлығын қайталайды екенсіздер, иә. Так, енді мынаны айтып өтейін, мына жерде сіздерге осы қазақ жерінде болған жәрмеңкелердің жазып өтейін. Сіздерге бірінші кезекте Қарқаралы уезінде қазір. Қарқаралы уезінде Қоянды Ботов деген жәрмеңке болды. Не біліп отырмыз, иә? Қоянды Ботов, Ақмолада Константиновка, міне көріп отырмыз. Келесі кезекте біз айтуымыз керек тағы да бір жәрмеңке, ол Ақтөбеде, Әулиеатада ойыл жәрмеңкесі болды. Ойыл жәрмеңкесі. Одан кейін бізде Петропавлда кешесіздер. Петропавлда Тайыншакөл деген жәрмеңке болды. Тайыншакөл деген. Келесі соңғы жәрмеңкеміз ол Верныйдағы Қарқара жәрмеңкесі және Семейдегі Шар жәрмеңкесі болды. Міне көріп отырмыз. Яғни сіздер варианттан салыстыра отырып, мына жерде қайсы вариант дұрыс екендігін көріп отырсыздар. Жетісу, яғни Алматы облысы, Қарқаралы деп тұр ғой, мына жерде біз көріп отырмыз ғой. Қарқаралы, иә. Бұл жерде бізде дұрыс жауап болады. Яғни қандай? Қарқара. Верныйдағы, яғни қазіргі Алматы ғой, бұрынғы атауы Верный болса, Жетісу аймағы, яғни Қарқара болады. Түсінікті ғой, иә? Жақсы. Келесі сұрағымызға көшейік. Алтыншы сұраққа келдік. Қызыл армия азат еткен қалаларды көрсетіңіз. Бұл сұрақты біз дереу арада 8-ші сыныптың 8-ші сыныптың оқулығынан оқып біледі екенбіз. Яғни бұл сұрақтың жауабын сразу айтып кетейін. Бұл жерде дұрыс жауабы 2 вариант. Орал мен Орынбор аймақтарын азат еткен болатын. Біздер білеміз, Қызыл армия деп отқанымыз бұл 1920 жылдар аралығындағы 1918-1920 жылдардың аралығындағы қазақ жеріндегі азамат соғысын айтып отыр, иә? Азамат соғысшыларында халық екіге бөлінген болатын. Қызылдар және ақтар деп, иә? Қызылдардың қатарына кеңестер үкіметі кірді, ал ақтардың қатарына ұлт зиялылары, сонымен қатар қазақ халқының дербестігін қолдайтын азаматшылар кірді, азаматшылар, иә. Міне осы уақытта Қызыл армияға соңына дейін берілмеген негізгі қалалар осы Орынбор мен Орал қалалары болды. Түсінікті ғой, иә? Дұрыс жауабын жаттап аламыз. Келесі бізде 7-ші сұрақ. Губкин деген кісі индустрияландыру кезінде зерттеді деп тұр. Яғни бұл сұрақты біз тоже 8-ші сыныптың оқулығынан оқып біледі екенбіз. 8-ші сыныптың оқулығынан не көріп отырмыз? Губкин деген кісіні. Бұл жерде бізде дұрыс жауап болады. С варианты дұрыс жауап болады екен, С варианты. Неге? Себебі бізде Губкин. Бұл Орал Ембі мұнай ауданын зерттеген екен. Бізде ұлттық бірыңғай тестілеуімізде тағыдан мынандай сұрақтар келуі мүмкін. Сонымен қатар осыған ұқсас Қаныш Сәтбаев қайда зерттеді, немесе қай жерді зерттеді деп келуі мүмкін. Оның дұрыс жауабы бізде болады: Жезқазған, мыс кен
орындарын өндіру деп па, немесе зерттеу деп па келуі мүмкін. Түсінікті ғой, иә? Тағы да бір кісі келуі мүмкін, ол Курнаков деген. Курнаков. Ол бізде дұрыс жауап болады. Орталық Қазақстан аймағын зерттеген екен. Орталық Қазақстандағы минералды шикізат базасын өндіру. Шикізат базасын өндіру. Түсінікті ғой, иә? Жақсы, балалар түсінікті болса, біз келесі сұрағымызға көшеміз. Келесі сұрағымыз: біздің заманымыздан бұрынғы 3 және 2000 жылдықтың аралығында қай дәуір болды деп сұрап тұр. Бұл сұрақты біз 5-ші сыныптан қараймыз. Яғни тура алдындағы сақтарға байланысты оқулықтардан қарайды екенбіз. 5-ші сынып немесе 10-шы сыныптың оқулықтардан қарасақ болады. Так, енді бұл жерде мен сразу айтып кетейін, дұрыс жауабы бізде С варианты болады. С варианты энолит. Энолит, иә? Мұнда біздің заманымыздан бұрынғы жазaba 3000-дан 2000 жылдықтың аралығына дейінгі аралықты қамтиды. Жоқ, кешіресіздер. 2008 жылға дейінгі аралықты қамтиды. Не көріп отырмыз, иә? Келесі бізде неолит. Бәрін талдап өте қойын. Тек неолит. Біздің заманымыздан бұрынғы 5-ші және 3-ші мыңжылдықтың аралығын қамтиды екен. Мыңжылдықтың аралығын. Ал палеолит болатын болса, палеолит болатын болса, базабы бізде болады екен. Ол 2,5 мың жылдан бастап 12 мың жылға дейінгі аралықты қамтиды екен. 12 мың жыл. Мезолит болатын болса, ол бізде әрине базабы біздің заманымыздан бұрынғы 12 мың жылдан бастап 5 мың жылдыққа дейінгі аралықты қамтиды екен. Балалар, есімізден шығармаймыз. Міне, егерде 3 және 2 мың жылдан аралығын қамтитын дәуір дейтін болса, энолитті белгілейміз. Ал егерде 5-3 болатын болса, неолитті. Ал егерде 2,5-12 мың жылдық болатын болса, палеолит. Ал 12 және 5 болатын болса, мезолитті көрсетеді екенбіз. Түсінікті ғой, иә? Келесі сұраққа көшейік ендеше. Бізде келесі сұрақ: педагогикалық институт ашылған жыл деп тұр. Не көріп отырмыз? Бұл сұрақты әрине біз 9-шы сыныптың оқулығынан іздеп таба алады екенбіз. 9-шы сыныптың оқулығынан. Бізде 9-шы сыныпта естеріңізде болса, 20-шы ғасырдың 20-30 жылдарындағы ғылым мен білімнің дамуы деген тақырып бар, иә? Міне осы тақырыпта біз ең алғашқы Қазақстанда ашылған педагогикалық жоғары оқу орнын деп өтеміз. Бұл бізде болады қазіргі таңдағы Абай атындағы Қазақ педагогикалық университетін айтады екенбіз. Соның негізі қаланған жыл бұл 1928 жылы болды. Түсінікті ғой, иә? Ал 1935 жылы бұл жоғары оқу орынға Абай Құнанбаев аты берілді. Түсінікті ғой, иә? Мына осына егерде Абай есімі қай жылы берілді деп сұрайтын болса, 35 жылы берілді екенбіз. Түсінікті ғой, иә? Жақсы, балалар. Келесі сұрағымыз. 10-шы сұрақ: 1882 жылы құрылған губернаторлық деп сұрап тұр. Бұл сұрақ бізде 7-ші сыныптың оқулығынан іздеп таба алады екенбіз, 7-ші сыныптың оқулығынан. Балалар, естеріңізде болса, біз сіздермен бірге 1868 жылдары қазақ жеріне жүргізілген реформаны білеміз. Ол бізде ереже реформасы деп айтылады көбінше тарихта. Ол ереже реформасына байланысты 3 генерал-губернаторлық құрылды. 3 генерал-губернаторлық құрылды. Оның біріншісі бізде болды Орынбор генерал-губернаторлығы. Орынбор. ГГ деп кетейін, сіздерге түсінікті болу үшін. ГГ қысқартқанша. Екіншісі Батыс генерал-губернаторлығы. Батыс Сібір.
Батыс бір генерал-губернаторлығы, үшінші бізде болды, ол Түркістан генерал-губернаторлығы болды, иә. Түркістан жазып жіберейін. Түркістан генерал-губернаторлығы болды. Енді бұл үш генерал-губернаторлықта 1867-68 жылда құрылды, ал бізде сұрап тұр 1882 жылы. Яғни бұл жерде вариантта тек бізде А варианты мен Д варианты ғана қалып отыр, иә. Бізде көріп отырмыз. Енді бұл жерде дұрыс жауап болады. Әрине ол 1882 жылы құрылған генерал-губернаторлық, ол бізде дала генерал-губернаторлығы болады. Дала. Неге? Себебі 1882 жылы Орынбор генерал-губернаторлығы ыдырап, яғни оның негізгі бұйрықтары, заңдары ережеге талап орындалмады деп таратылып, оның орнына дала генерал-губернаторлығы құрылған болатын. Түсінікті, дала генерал-губернаторлығының құрамына Ақмола, Семей, Орал, Торғай аймақтары кірді. Түсінікті. Келесі кезекте 11-ші сұрақ. Есенбұға одақтасып жүністен құтылу мақсатында деген сұрақ келіп отыр екен. Бұл сұрақты біз 6-шы сыныптың оқулығынан таба алады екенбіз. Енді бұл жерде біз білуіміз керек, Есенбұға деген кім, жүніс деген кім екендігіне. Екеуі де Моғолстан ханзадалары. Әкесі болды. Уәйіс хан. Әкесі Уәйіс хан болды. Міне осы Уәйіс хан 1429 жылы дүниеден өткеннен кейін, яғни қайтыс болғаннан кейін, оның орнына таққа талас басылады. Яғни Есенбұға мен жүністің арасында. Әрине жүніс ағасы, ал Есенбұға інісі болды. Ал Моғолстанның заңына байланысты негізгі таққа жүніс келу керек болатын. Ал жүністі халық қолдамады, ал Есенбұға халық арасында жоғары қолдауға ие болды. Енді жүніс осы уақытта орталық Азияда өзінің үстемдігін жоғары көрсеткен Әмір Темір мемлекетінің ханы қолдауын алып кеткісі келді. Бірақ та Ұлықбек оны тұтқындап Иранға жер аударып жібереді. Барған кезеңде, түсінікті ме? Ол аяғында жүніс Ұлықбектің алдына барған кезеңде Ұлықбек оны тұтқындап Иранға жер аударып жібереді. Міне осылайша Есенбұға таққа отырады. Есенбұғаның билік еткен кезеңдері ол бізде болады 1429 жылдан бастап 1462 жылға дейінгі аралықта билік құрды Есенбұға. Түсінікті. Енді бұл жерде бізде сұрақ болып отыр. Одақтасып жүністен құтылу мақсатында деп тұр. Бізде бұл жерде Ұлықбек деген жауап жоқ. Енді Ұлықбек болмайды, дұрыс жауабы. Енді бастап кезеңде 1429 жылы Есенбұға алғаш жылдарында ол өзінің мемлекетті дамыту мақсатында шет жағындағы Әндіжан Әмір Темір мемлекетінің бір бөліктерін өзіне жаулап алғысы келеді. Бірақ та алғашқы жылдары ол жеңіліске ұшырайды. Міне осылайша ол халық алдындағы өзінің абыройы мен беделін түсіріп алады. Міне осы уақытта Әмір Темір жүністен Есенбұғадан құтылу мақсатында, бір жағынан Есенбұғаны жеңу мақсатында жүністі Айла мен Есенбұғаға қарсы қойғысы келеді. Міне осы уақытта Есенбұға енді кезекте орталық Азиядағы беделі күшті Әбілқайыр хандығындағы Керей мен Жәнібекті қолданатын, пайдаланатын. Түсінікті. Бастапқы кезеңде қазақ жері осы Ақ Ордаға қарады, Ақ Ордадан кейін Әбілқайыр хандығына қараған болатын. Бірақ та Әбілқайыр хандығында міне осы уақытта 15-ші ғасырда көтеріліс болып жатқан болатын. Көтерілісті бастаушылар ол Керей мен Жәнібек болды. Міне осы уақытта Керей мен Жәнібек Әбілқайыр хандығынан бас сауғалап Есенбұғаға барады. Яғни Есенбұға оған көмектеседі. Неге? Себебі өтемақсы ретінде Керей мен Жәнібек жүністі өлтіру керек болды. Есенбұғаның өтініші бойынша.
түсінікті ғой, иә? Жүніс Моғолстанға қайтып оралса, Есенбұғыға жаңадан конкурент десек те болады, немесе қарсылас десек те болады, қарсылас пайда болатын болды. Міне осы болды жауабы. Түсінікті ғой, Керей мен Жәнібек болады дұрыс жауабы. Сіздерге бұл сұрақты түсіндіре алдым деп ойлаймын. Ендеше келесі сұраққа көшейік біз. Енді келесі сұрағымыз түрік қағанатында қарапайым халық аталды дейді. Бұл сұрақты әрине біз білеміз. Кешіріңіздер. Біз білеміз. Бұл сұрақты біз 6-шы сыныптың оқулығынан іздеп таба алады екенбіз. 6-шы сыныптың оқулығынан. Түсінікті ғой, иә? Сіздерге мына қатарда варианттарда ұсынған термин сөздердің анықтамасын жазып шығамын. Міне қарап отырыңыздар. Ел тебер деген. Ел тебер дегеніміз ол мемлекеттегі ең төменгі әскери шен болды. Әскери шен. Түсінікті ғой, иә? Келесі кезекте біз қарабұдындар дейді. Қарабұдындар. Бұлар бізде қарапайым халық. Түсінікті ғой, иә? Қарапайым. Бұхара деп келуі мүмкін. Бұхара деген осы қарапайым халықты айтады екен. Келесі кезекте тұдындар. Бұлар бізде әрине бұл салық жинаушылар. Түсінікті ғой, иә? Ал бізде келесі кезекте таттар, иә? Таттар әрине ол құлдар. Ал бізде келесі келуі мүмкін бектер. Ол бектер әскерді басқарушылар, әскербасылар, қолбасшылар деген болды. Түсінікті ғой, иә? Енді мына термин сөздерді дәптерге жазып алғаныз балалар, ұмытып қалмау мақсатында есте сақтап аламыз. Яғни бізде дұрыс жауап бұл жерде қарабұдындар болады екен, иә? Міне көріп отырсыздар, қарабұдындар жауабы. Келесі сұрағымыз. Алтын Орданың негізін салған хан. Әрине бұл жерде дұрыс жауап болады. Батый болады. Жаңағы жоғары жақта біз атап өттік, иә? Негізін салған Батый хан дедік. Ал ұлыстың негізгі басқарушы, негізгі бастаушысы ол жошы хан болғандығын біз де білеміз. Шыңғыс хан бірінші ұлы жошыға Алтын Орда жерін тастап кеткен болатын. Яғни Жайық өзендерінен бастап, қазіргі Дон, Днепр жерлеріне дейінгі аралықты осы Алтын Ордаға жошы ұлына тастап кеткен болатын. Енді келесі сұрағымыз. 14-ші сұрақ. Махмұд Қашқари еңбегінде түрік тілінің мәртебесін көтеру үшін жазған деген кім деп тұр? Бұл жерде бізде дұрыс жауап болады. Ол әрине не көріп отырмыз? Кононов, Столетов, Менделеев, Павлов деген кісілерді көріп отырмыз. Бұл жерде дұрыс жауап болады. Әрине Кононов болатын. Кононов. Есте сақтап аламыз балалар. Есте шығармаймын жақсы ма? Менделеев, Павлов, Столетов деген кісілер болмайды. Енді келесі мәселе. Не сұрақ? 15-ші сұрақ. Ядролық қаруларда, атмосферада, ғарышта, су астында сынауға тыйым салу туралы келісімшарттар жасалған жыл деп сұрапты. Бұл сұрақты біз әрине қарайды екенбіз. Ол 9-шы сыныптың оқулығынан іздеп таба алады екенбіз. 9-шы сыныптың оқулығынан. Түсінікті ғой, иә? Біздер естеріңізде болса, Қазақстан жерінде ең алғаш рет атом сынағы сыналған жыл ол 1947 жылдан бастап қолданылған болатын. Ол әрине Семей облысында болған еді. Біздер білеміз. 1847-тен бастап 1989 жылға дейінгі аралықты қамтыған болатын. Енді бұл жерде бізде сұраптар әлем халықтары қай жылдардан бастап не істеді деп сұраптар. Осы ядролық қаруға тыйым салды деп сұраптар. Яғни дұрыс жауап болады. 1963 жылы тамызда деген жауап болады. Тамызда. Егер сіздерде 1963 деген вариант екеу немесе үшеу болатын болса, қасында айы тамыз деген ай болу керек. Түсінікті ғой, иә? Және де осы полигонға байланысты бізде мынадай сұрақ келуі мүмкін. Есте сақтап аламыз. Семей полигон жабылған жыл қай жылы деп сұрауы мүмкін. Ол бізде 1991 жылы, 29 тамызда дейміз. Тамызда. Егер де бізде
Қазақстан ядролық қарусыз аймақ ел атанды қай жылы дейтін болса, ол бізде 1993 жыл дейміз. Міне қасына жазып қоямыз, сіздер ұмытпау мақсатында. Қазақстан ядролық қауіпсіз аймақ ел атанды деп жазып қойды екенбіз. Ал үстіндегі вариант ол бізде әрине Семей полигонының жабылуы деп қояды. Жабылуы. Есте сақтап аламыз балалар. Жақсы ма? Жақсы. Кеттік ендеше. Келесі сұрағымыз біздің 16-шы сұрақ Тарбағатай, Қалба жотасын 19-шы ғасырда зерттеген кім деп сұрап тұр. Бұл жерде бізде дұрыс жауап болады. Ол бізде Михаилис деген кісі болады. Михаилис. Яғни бізде С варианты дұрыс болады. Түсінікті? С варианты. Бұл сұрақты сіздер 7-ші сыныптың оқулығынан іздеп таба алады екенсіздер. 7-ші сыныптың бізде әсіресе ұлттық бірыңғай тестілеуімізде бізді қателестіру мақсатында, шатыстыру мақсатында осындай саяхатшы, зерттеуші, осындай географтарды сұрауы мүмкін. Берік Жұбанышев кітабын сатып алсаңыздар, сол кітаптың ішінде барлығы тыңғылықты жазылған, жаттап алсаңыздар болады. Енді келесі мәселеміз 17-ші сұрақ яғни 1822-1824 жылдары жарлығы бекіткен патша дейді. Яғни сіздерге мына шетке қай патша қандай жарлыққа бекіткендігін жазып шығайын. Не? Сіздер дәптерге ме бір жерге түртіп алып отырыңыздар. Бірінші Александр бізде болды, ол бірінші Александр 1822-1824 жылдары бекітті. Яғни біздің бірінші жауабымызды уже біліп отырсыздар, бұл вариант дұрыс жауап екендігін. Ал келесі бізде екінші Александр, ол бізде дұрыс. Ол бізде 1867-1868 жылдардағы реформаны бекіткен екен. Ал үшінші Александр болды бізде. Есте сақтап алыңыздар. Келесі бізде үшінші Александр. Ол бізде 1886 жылдағы реформаларды бекіткендігін біліп отырмыз. Енді келесі бізде сонау Әбілқайыр ханның кезіндегі патшалықты жазып кетейін. Анна Иоановна, не тұр екен бізде С вариантында. Бұл патша тікелей бізде Әбілқайыр хандығына, Әбілқайыр ханы күшсіз ең алғаш Ресей империясының бодандығын қабылдаған сәт еді. Тәуке хан тұсындағы Ресей патшасы ол бізде Петр I болды. Петр I. Міне балалар, сіздердің алдарыңызға мен тізіп жазып шықтым. Қай ханның тұсында қандай жарлықтар бекіткендігін, қай ханның тұсында қандай Ресей патшалар болғандығын жазып шықтым. Суретке түсіріп немесе дәптерге жазып алсаңыздар болады. Есте сақтап отырайық. Келесі сұрағымыз 18-ші сұрақ. Ақбұлақ шайқасы болған жыл. Яғни бұл сұрақтың жауабында мен жоғарыда айтып өттім, естеріңізде болса. Бұл сұрақтың жауабы бізде әрине 1838 жылы болды. Бұл вариантта Ақбұлақ шайқасы бұл Бөкей ордасында болды. Ішкі ордада, яғни айтқанда Исатай мен Махамбеттің көтерілісі болғандығын біліп отырмыз. Осы жылдары бұл шайқас нәтижесінде Исатай қайтыс болған болатын. Ал Махамбет бұл шайқаста қашып кеткен болатын. Қашып, бас сауғалап кетіп қалған болатын. Жақсы, балалар дұрыс жауап көрдіңіздер. Есте сақтап отырамыз. Неліктен олай болды деген сұрақтарға жауапты тыңдап отырамыз. Жай ғана жауаптарын жаттап алғаннан бізге пайда әкелмейді. Түсінікті? Бір сұрақтан екінші сұрақ шығуы мүмкін. Келесі сұрағымыз 19-шы сұрақ. Оғыздардың билеушісі. Сіздерге алдымен Тәңірқұт, Жабығу, Күнби, Қаған деген тіркестердің несін жазып шығайын, анықтамаларын. Тәңірқұт бұл бізде бұл ғұн тайпасының билеушісі болды Тәңірқұт. Ал Жабығу болатын болса, бұл бізде әрине ол оғыздардың билеушісі.
оғыздардың билеушісі. Ал күнби деген бұл бізде деген ол қаңлылардың, кешіріңіздер, үйсіндердің билеушісі. Үйсіндердің билеушісі болды. Так. Үйсіндердің билеушісі. Ал қаған деп түрік қағанатының екендігін, түрік мемлекетінің түрік тайпасы десек те болады немесе түрік қағанатының қағаны. Түсінікті, иә? Яғни бұл жерде дұрыс жауап болады. Әрине ол жабығу. Иә, есте сақтап аламыз. Так, 20-ші сұрақ, ең соңғы сұрағымыз бүгінгі шығарылымдағы. Бұл сұрақтың жауабын әрине біз 7-ші сыныптың оқулығынан іздеп таба алады екенбіз. 7-ші сыныптың оқулығынан. Аңырақай шайқасы қай жылы болды деген сұраққа ең алдымен тоқталып өтейін. Кейбір деректер бойынша 1729, кейбір деректер бойынша 1729, кейбір деректер бойынша 1730 жылдары болды деген деректер бар. Яғни бүкіл қазақ әскерінің ханы болған, қолбасшысы болған, ол әрине бізде Әбілқайыр болды. Әбілқайыр болды. Ал егерде әскер басы, әскер қолбасшысы деп, егер әскер деген сөз қосылатын болса, бұл жерге жасақ деген сөздер қосылатын болса, ол сарасу әскер басы, ол Бөгенбай болды. Бөгенбай батыр болды. Түсінікті, бұл жерде бізде ұлттық бірыңғай тестілеуде сұрауы мүмкін. Бүкіл әскер басында қолбасшылық жасаған батыр кім деп сұрауы мүмкін. Ол кезеңде бізде дұрыс жауап болады, Бөгенбай батыр болады. Ал бұл сұрақта бізде дұрыс жауап Әбілқайыр хандығы болады. Түсінікті, Әбілқайыр ханы болады. Жақсы, балалар. Егер де бүгінгі шығарылым сіздерге ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ұлттық бірыңғай тестілеуде жақсы бал алып, жоғары оқу орындарға түсулеріңізге тілектеспін. Егер сіздерге келесіде тағы слип сұрақтар керек болса, шығарылымға лайк басып, пікір жаза кетіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.